Астарлы сөздің парқын білетін, ордалы жерде жарқын күлетін ағайынға арма дедік. Не дедік дейсіз? Кеш жарық. Ассаламағалейкум. Арма дедік. Кешіресіз, қалайсыздар? Бүгінгі біздің әзілкеш бағдарламасының қонағы алыстан ат терлетіп келіп отыр. Арнайы әзілкешке келіп отыр. Ақтөбенің Екезу театрының көркемдік жетекшісі, бухгалтері, кассирі, әншісі, бишісі, фокусники, жазушылар одағының мүшесі, сатирик. Алдымызда кім? Айлығы қанша екен ол? Айлығын мен қайдан білем, өзінен сұрап аласың да. Қарсы алыңыздар, Нұрлыбек Жұбатқан. Ассаламағалейкум. 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 Ауылы. Жайғасың. Төрлетіңіз. Қалыңыз қалай? Жақсы. Ат көлік аман есен жеттіңіздер. Аман есен. Шаршамадыңыздар жолдан? Жоқ, үйренгендір ғой. Екезудің жайы қалай? Жай күшті. Қазір енді Екезу Ақтөбедегі Тахауи Ахтанов атындағы драма театрмен қосылып жатыр. Араласып жатыр. Әрі түбегейлі қосылған жоқ, бірақ сондай процесс жүріп жатыр. Сол Тахауи Ахтанов театрының қазір директорсыз ғой? Иә? Жаңа айтпай кеттіңдер. Иә. Ол қалдырып қойды артына. Мана жаңағы айтып өттік қой, әртісі сұрайын қанша екен? Онда айлығыңыз енді 10 салада жұмыс істесеңіз, онда қырып атқан шығар Ақтөбенің парақшасын. Айлығым пайғамбардың жасындай ғой. $1 шығар? Теңге. Нұреке, енді мынау Ақтөбеде болсаңдар да, Ақтөбеде өмір сүріп жатсаңдар, сол жақта да өнердің ордасында жаңағы бірінші нөмір болып жүрсеңдер де, сіздер осы Алматыда немесе Астанада жүрген театрлардан кем емессіздер, артық болмасаңдар. Соның сыры неде? Сыры ізденсе, сосын енді өнер адам болғаннан кейін енді талпынамыз ғой. Жан-жаққа қараймыз. Өзім Шымкенттен бітірдім мәдениет институтын. Ана Шаншар құрылған кезде қалай құрылған көрдім. Сондықтан Ақтөбеге келгеннен кейін ауырасың ғой. Өнер адам отыра алмайды. Сондықтан да сол Ақтөбеде қанағат тұтпай, осы Алматы, Астанадан біз қалмай жүргеніміз сол. Шымкентте институтта оқып бітіргенмін деп. Енді Шымкентте оқып бітіріп кетсеңіз, неге Екезу театрымен Шымкентке жиі келмейсіздер? Неге біз неге жиі келмейсіздер? Өйткені Шымкентте театр көп қой. Шаншар бар, Алдыраспан бар, Нысана бар, Шымшыма бар, тағы да қандай театрлар бар. Шымкент шоу бар. Сондықтан да енді Кеңтау шоу бар, Кеңтау шоу бар. Сондықтан да театр көп болғаннан кейін біз басқа қалаларда жүрміз, бірақ барамыз бұйырса. Ай, бердігіл мұнда. Ойбай, табыр өткіні қайдап баратсың, ай! Ай, қонақ келеді ғой келесі аптада. Осы көрген күні. Бердігіл, мұнда кел, мұнда кел. Мұнда кел дедім ғой. Ойбай, ай, ойбай, қайдан алдым осы елге. Берге шай, берге. Ай, қайт дейін. Тормызыңа май құй онда. Ұстамасын. Не жүгіріп жүрсің? Жинап атқан жоқпын ба? Ай, ана шашыңды тарасайшы. Сіганның артына ұқсамайды. Әдемі ғой. Мына көйлекті киесің ба? Неге кимеймін? Ана сәрсенбай сұрап жатыр. Ай, мынау сәрсенбайыңыз, ай. Ай, мынау менің қонаққа киетін көйлегім ғой. Қара көйлегім бар емес пе? Гарауховый көйлегім бар. Домалақ. Ай, аузың жап. Әлгі ана сұрамшақ қызы бар, кім еді? Көршің бар еді ғой. Сол көшіп келіпті біздің артына. Қай көрші? Ей, әлгі аты кім еді? Бір ғана қызы бар анау келіпті тұрады, таңатпай. Тиісшік па? Ие, тыныштығын келген екен. Қасқа бізді қалай тауып алған? Білмеймін оны, қалай тапқан. Барда жүгіріп барда есік кірді кісі бар. Барда есікті түресеңде бірдеңе қылып жабып тасташы бар. Барда есік жауса. Қазір келсіп, мынау келе жатыр уже жапқанша. Сәмбел аға. Апа Сәмбел. Бақытты бол айналайын, амансың ба? Сендер біздерге айтпай көшіп кеткендерің не қасқа? Не көшіп кетесіңдер, бізге айтпайсыңдар ма? Көшпейіне. Енді ағаң ғой енді. Біздер деген сендерді іздедік қой. Бармысың бауырым деген передачаға хат жаздық, жыладық, суреттерін көрсеттік. Хабарға ма? Иә. Қасқа сендер. Күшті передача екен, тауып берді сендерді. Ойбай. Жаңа ғана көшіп келіп жатыр, шкаптарды түсіріп жатыр папам. Қайда барсаң да Қалай амансыңдар ма әйтеуір? Аманбыз. Сәмбел. Бақытты бол айналайын. Иә. Айтпақшы деген, апам айтады, не дейді анам? Не берсін дейді апам? Апам айтады, не дейді анам? Айтауға. Бірдеңе берсін дейді апам. Не берсін? Не берсін дейді, қазір айтамын. Не берсін? Бірдеңе берсін дейді. Не бірдеңесі? Қазір бірдеңе айтамын. Бірдеңе бар ма осы арада беру? Щетка берсін дейді, щетка. Қандай щетка? Ұйықтайтын ба? Аяқ шөткілейді бе? Енді қандай? Щетка. Ай, берді гүл.
Ай, айналайын. Түс жуатын шөткі адам басында бір-бірден болады. Білем. Мынау менің шөткім ғой. Қасқа ойбай. Өліп баратсың? Ай, мынандай шөткіні бір-бірден сатып аласыңдар. Білем, мектепте үйретті. Адам басына бір-бірден болу керек. Адам басында гигиена бір-бірден сақтау керек деп үйретті. О, дия. Бір-бірден сатып аласыңдар. Содан кейін барып түстерге жуасыңдар. Жұп болғасын әкеліп береміз ғане, өліп барсасын бір шөтке ба. Көргенсіз ғана. Шөткің неге бересің? Берсем өзім шөткім қорсын. Ай, ауыру жұғады ғой. Жоқса маған жығады ғой. Сенен маған жұғады сосын. Қойшы. Бір жуғасын әкеліп береді ғой. Ай, жоқ деп неге айтпайсың? Жоқ деп. Бар нәрсені қалай жоқ Ай, дейсің? жоқ деп айтшы, үш ағарып тұрады. Жоққа. Жоқ деп айтшы. Жоқ деп айт. Жоқ де. Жоқ. Ей, сен бар деп тұрсың ғой. Жоқ де. Жоқ. Айт. Айт. Жоқ. Ей, сен жоқ деп айт. Сосын басың шайқа былай. Ойбай. Былай. Не болып қалды? Бармасың. Пәлесіне Аман қаласың. шықпай түгіл. Не болды? Не болды? Үршес! Не болды? Не дейді? Не? Не қыл дейді? Ауа жетпеді мама. Ай, не болды? Айтшы. Үршес! Ай, Бердігүл! Қайт дейін! Ауырып атыр дейді, ауырып Өле қалсын! Кәдай құра! Өледі болды, ауырып атыр дейді. Әй, сен өзімізге жетпей атқан ауаны неге бересің? Жоқ деп неге айтпайсың сен? Осы көршіде не рахат көрді? Көреміз қандай рақат. Байының сыйқы анау, көмірімізді ұрлап жағады. Әйелінің сыйқы мынау, қызын жіберіп, бермейтін затқа дейін алып кетеді. Ха? Неге жоқ деп айтпайсың? Осылардан не рахат? Мынау тағы келе тұра. Шайқа басында. Жоқ айналайын. Дәм бер. Абасан бер. Бақытты болайын. Шайқа. Жоқ айналайын. Бар деп тұрғаппын. Ештеңе қалған жоқ. Папа неге командировка кетейін деп жатыр ғой біздің. Кете берсін. Біздің папаның командировка кетейін деп киініп жатса, носки жыртық. Иә? Соған киіп барып келуге прокатқа носки берсін дейді. Киіп барып Айналайын. Мына апаң екеуміз бір носкиді алма кезек киіп жүрміз. Носки жоқ. Енді ана папасы үшеуміз алма кезек киік та? Иә. Жоқ носки. Апайын айтып берсін дейді. Жоқ деп тұрмын. Апайын айтып берсін. Ай, саған қазақша айтып тұрмын. Жоқ деп тұрмын. Апайын айтып берсін дейді. Жоқ деймін. Апайын айтып берсін дейді. Ай, жоқ деп тұрмын ғой. Сонда не? Папам не сендер кесірлерде жұмысқа қалу керек па сонда? Қой, берем ғой, құрсын берем ғой. Бір Қалған жолым бөгеп Түмлайын, ай, ойбай, ай. төбе беретін зат екенін біліп тұрмын ғой. Актер болғанмен де көп актерлар жаза алмайды, автор іздеп жүреді. Қай актерлармен кездесіп жатса, әсіресе мына әзілде жүргеннің бәрінің жылайтын сол. Автор таппай жатырмыз, жазатын адам жоқ, материал таппай жатырмыз, әйтпесе біз қырып жіберерек, сындырып жіберерек, өлтіріп жіберерек деп айтып жатады. Соның бірі осы жерде міне отырмыз. Енді сізді айтамын. Сіз өзіңіз жазасыз. Ол бір театрдың басына берген бір кішігірім бақ десем де болады негізі. Өйткені өзіңіз жазасыз, өзіңіз ойлайсыз. Актерларыңыздың кімнің қандай қабілетте, қандай рөл ойнай алатынын білесіз де, соған арнап жазасыз. Мүмкін сіздердің қойылымдарыңыздың бір жаңағы құпиясы сода шығар. Білесіз де, өйткені қалай кімге не жазып беру керек екен. Жаңа шайнап аузына салып бермесеңіздер де, соған дайындалып бересіз де. Сіз өзіңізді талай нәрсе жаздыңыз, кітап жаздыңыз, солай ғой? Екі кітап. Екі кітап, бір емес екі кітап шықты. Сен әлі жүрсің. Мен бір кітапты білем, екіншісін енді естім. Құтты болсын. Жақында шықты, рахмет. Соны сізге айтайын деген. Мынау екі кітап шығардыңыз. Өзіңізді жазушымын деп санайсыз ба? Жоқ. Қаламгермін. Жоқ. Мен осының бәрі жаңа айттым ғой, ізденістен өмірдің ағымынан туады ғой. Жаңа айттым ғой, біреуден қалмау керек. Адам өзі әр нәрсеге үйренеді ғой. Мысалы, көрші шыққанда улап өлтірейін десе, ол оның организмі басқаға бейім болады да, ол дәріге өлмейді. Сондай сияқты бізде де алыс жерде жатқаннан кейін, жаңа қазақ эстрададан қалмау үшін, біз жаңағы өзің айтқандай жазуда жазамыз, сценарийде жазамыз, әнді айтамыз, музыкада құраймыз. Өйткені бізде жетіспейді, мамандық жоқ. Актер да боламыз, жаңа айтқандай фокусты жасаймыз, циркті жасаймыз, оның бәрі
сол бірдеңеге шығуымыз керек та, қалмауымыз керек. Сондықтан да осындайдан туады. Бірақ енді біз сол жазушымын, әлі бір журналистпін деп отырғам жоқ. Мен журналист болып та жасадым 3 жылдай. Жақсы журналист болдым, жұмыс жасадым, бірақ одан кетіп театрға кеттім. Бірақ ар жағында бітіргенім театр маманы болғаннан кейін соның кірпішін қалағым келді. Болмаса басқа салалар, бизнеске де кетуге болатын болды кезінде. Бірақ сол өнердің бір бағытталғаннан кейін соның шыңына шығу керек. Бірер уақыт сіз бизнеспенде жұмыс істедіңіз ау деймін сол. Ол қызық болды. 4-ші курста. Қасымда жолдас жігіттерім бар. Шымкенттен оптом товар алып алдық та, неге? Аласоңкымен. Пуховик деген шықты ғой уақытта. Иә. Шымкентте арзан, Ақтөбеде қымбат. Кәсімшаларға келсең, кәсімшал тазаламай 2 ай жүресің ғой, пуховик жазып қалады. Сол пуховикті 2 соңкымен түнде енді таң алдында ғой пойыз. Ақтөбеге таң алдынан жүрді Шымкентте. Сол кезде аласоңкін алып кетқанда милициялар ұстап алды. Ой, одан айтты, сен де бұны қайдан алдың деп, онда документ жоқ қой. Оны ұрлап алдым деп, содан неге алып барды отделге. Содан кейін саудасы құрсын дедім. Содан кейін қойдым. Бастапсыз да қоя салыпсыз да онда, иә? Тиеді ол. Көп көрім арға жалғастыру керек еді. Бізде күн жылы болғаннан кейін Шымкентте көбісі пуховикке бермейді ғой енді. Ақтөбеде мүмкін Нұрекеңе қатты өтіп кетеді деп ойлаған шығар. Енді мүмкін сөйтіп көрерміз енді. Шымкенттік қой қаздан ойлап отыр да. Мен салып жіберем, сіз сатып берсеңіз болды. Мен қатырамын салып жіберуді. Енді мынау қаншама театр бар, жаңа өзіңіз айттыңыз. Шымкенттің өзінде 5 бар. Астанада бір театр бар. Алматыда болсын, шығыс болсын, батыс болсын, бәр жерде бір театрдан бар да. Санап саусақпен санап алатындай емес, қазір 10 жақты 10-нан асып кетті. Мысалшынша 17-18 театр бар. Астананың өзінде 2-3 бар. Солай ғой. Соның ішінде қай әртіспенен партнер болып сахнада ойнағыңыз келеді? Мен ба? Иә, осымен бір осы рөлді ойнасам ау. Сенімен ойнағым келеді. Екеуміз Құдай қаласа екеуміз құрдаспыз. Енді сізге сұрақ көп. Мына жерде біз келген азаматтардың бәрін сәл-сәл кішкене қинап жатырмыз. Мына өзіңіздің өміріңіздегі бір күлкілі, өміріңіздегі күлкілі жағдайлар театрда болған кезде болды ма бір қызық? Өте көп болды. Өте көп болды. Енді қазір есіме түскенін айтайын. Жамбылда жүрген кезде гастрольде Шымкенттен асып кетіп Жамбылға барамыз. Шымкентке жол алмаймыз, қорқамыз театрға. Таза мойындап отырайын. Жоқ, енді мойындау керек қой. Мойындаған ол үлкен дайындықпен бару керек болып тұр да Шымкент облысына, бірақ барамыз. Сонда енді сол бір 2007 жылдары ғой, бір мода болды ғой, пысылдататын ауызға пысылдатады да. Қазірде де бар шығар. Әйтеуір сол уақытта көп болды. Мынандай көк аузына пыш-пыш етіп сеу болады сахнаға шығайын деп жатқанда. Бір сондай бір таза свежий ментол деген болды. Болды. Концертке шығардың алдында сондай іздедім да, дүкенге барып сондай тұр екен, сонда көк жүгіріп барып алып алдым. Алып алдым да сахнаға шығайын деп жатқанда, ол да марқұм Нұрекең бар, Нұрдәулет. Аузынан басып алдым. Бір кезде сахнаға шыққанда чөт бір түрі болып бардым. Көзім бұлдырап, тамағым бітіп, тілімді сезбеймін. Содан біткеннен кейін Нұрдәулеттен сұрап жатырмын, маған не болған деп. Не сен де жаңа шаштың деп. Не шаштың? Ауызды таза иш шығаратын деймін да, андай свежий қылатын. Қайнап көрсетші дейді. Қараса ол мен қарамағам ғой, ол деген жаңа маса шаққанда шағатын екен. Себетін. Маса болмаса тағы бірге шағады ғой. Сол кезде себетін дәрі екен ғой, анты. Соны мен тамағыма сеугім ғой. Содан көзім қарауып кетті. Оқымаған ғой сыртына. Бізде де болған ондай. Формасы сағасын болды. Мұртты жабыстыратын, мұртты жаңағы клей бар ғой, кәдімгі театральный клей дейді ғой. Сол клейіміз бітіп қап. Сосын барып біз Нұрбек Мадиев деген өзіңнің жаңағы бауырың, Атыраудағы жерлесің. Соған айтқан клей сатып ал деп. Гастрольге кетіп баратырмыз. О алмаған клейді. Сосын барған кезде ол өзі мұрт жабыстырып ойнайтын рөлі бар. Алмаған клей алдың ғой. Алдым бәке деп қойды бауыржанға. Соның бір уақытта клей жабыстырып алған. Бір сенкіға мұртымен шығады, екінші сенкіға мұртымен шығады, үшінші сенкіға мұртымен шығады. Келмейді да ау. Сол ең енді жас баланың рөлі енді онда мұртымен шығып, айналып алмайсың ба десем айтады. Яғни гостиницаға барып алмасам, супер клеймен клейлесем, алмай жүр дейді. Сондай жағдай болған өмірде. Нұреке, бізде жаңа сіздің ел білмейтін бір қырыңызды көрсететін бір өзіміздің айдарымыз бар. Мынау айдың арғы беті дейді. Сіздің режиссер екеніңізді, көркемдік жетекші екеніңізді, актер екеніңізді, тіпті әнші екеніңізді ел біледі. Ел білмейтін бір қырыңыз бар ма? Сиқыр өнері. Сиқыр өнері? Рас па? Рас. Фокус. Фокус-мокус. Онда көреміз бе?
Көрейік онда. Бір сиырды көрейік бәріміз тамашалап. 8 қырының бір қырын көрейік қазір, иә ме? Жетеуін кейін сынай берерміз. Қолымда сөйлеп тұрып айта беремін ғой, да? Айта беріңіз. Музыка өзіңіз, человек оркестр. Бізде бәрі дайын жүреді ғой. Кәдімгі орамал. Бір байлаймыз. 2 рет байлаймыз да. Көрдіңіздер ғой. Қолым міне тұр. Қолым орында. Жалған. Түйінің міне. Енді 1, 2, 3 дейміз. Қайшымызды аламыз. Жіп. Ешқандай үздігіміз. Көріңіз мұныр бұл? Көрдім. Ортасын аламыз. Қарап тұрсын. Бір шетіміне, бір шетіміне. Ортасынан қиямыз. Хоп. 2 шетін түсіреміз. Ортасын байлаймыз. Сонан қайтадан қайшымызбен сол түйінді қиямыз. Тығын қалтырмай. Қалады. Тағы Нұрбол лақтырып жібереміз, ассистентім болды. Бекер лақтырдық ауыз. Енді бермейді деп қойсыз. Сосын алақай, малақай, фу дейміз. Тағы Нұрбол. Өңшең жеп орамал лақтырады екенсіздер, ақша жоқ па? Ақша лақтырамыз. Енді қағасы, ештеңе жоқ қолымда. Түк жоқ. Түк жоқ қол. Жұрдай. Қағаздан публик жасаймыз. Бұл жақ қызыл орамал саламыз. Көресіңдер. Бұндай жоқ. Қайтадан публик жасайды. Қайтадан қызыл материалын алып аламыз да салып береміз. Тағы қайтарайын ба? Тағы бір. Қайда салшы, көрейік. Қайда салайын. Сосын да. Жоқ қой. Қазір қағазы жыртып тастайын. Оп, дейсіңді ауадан қайтадан шығыз. Сосын дейсіңді. Біздің мұны әзілкеште босқа отырмай небір сынақтар бар. Соның бәрі жаңағы біреуі жаңағы ән айтса бір келіп жаңылтпаш айтып жатады. Бірақ соның ішіндегі біз әсіресе мынау бірталай жасқа келген кезде қазақ фильмге барып дубляж жасайтын әртістеріміз бар. Дубляж жасау да оңай емес. Бізде жоқ ондай. Керемет өнердің біреуі. Бірақ соған да үйреніп беру керек. Сіздің де бір бір қырыңыздан көрейік деп отырмыз. Дубляж жасай аласыз ба? Мысалы, сізге бір кино көрсетеміз. Ол кино сол өзі қалай болды, сол даусымен көріп аласыз. Сөйтесіз де сол киноны дубляжбен осы жерде сіз өзіңіздің қазіргі заманауи сөздеріңізбенен қазіргі уақиғаны өзіңіздің ойыңыз қалай келеді, сондай қылып ойлап табасыз. Әзілге жақын қалды. Дауысты өзгертіп па? Дауысты өзгертіп. 3 адам болса 3 адамның дауысын саласыз осы жерде. 2 адам болса 2 адамның дауысын саласыз. Қазір бірінші көріп алыңыз, одан бірінші көріп алайық онда. түсінесіз. Бүгін мектепте не болды? Дұрыс оқытпайсыз деп мұғалім ағаймен таласып қалдым. Ол бірге бірді қосса 2 болады дейді. Ал мен оған, мұғалім ағай, бір түйеге бір есекті қосса 2 түйе болмайды ғой. Бір түйе бір есек болып қала береді дедім. Ол не деді? Ақырында келіп,
Ағай бізге есек мәселесі жөнінде кейін әңгімелесеміз деді. Сонан соң терезесінің алдына мынаны қақтым да кеттім. Бұл оның қалыңдығы емес пе? Болса қайтейін. Өз емес пе еді, жай бір танысым деген. Нұреке, ал енді қазір дауыссыз қараймыз, сол дауысқа сіз дубляж жасайсыз. Бірден ба тағы? Дауыстың ортасында бірден, жаңа көріп алдыңыз ғой. Кеттік олай біз. Талдың төбесінде не істеп отырсың? Ей, қойшы. Бір қызға ғашық болып едім, соны ойлап отырмын. Сен ол қызды көрсең ғой, өте керемет, сұлу, әдемі. Сен оны көрсең ғашық болып қаласың. Рас айтам, ғашық болып қаласың. Ондай қыз әлемде жоқ. Міне, суретін көрсетейін бе? Көрдің бе, қандай сұлу? Ей, мынау үлкен ғой? Махаббат жасқа қарамайды, қойшы. Өзім білем. Қалай екен? Қиын екен, ә? Қиындау, е? Оңай емес. Өнердің небір қиын жерлері бар ғой. Дұрыс. Сізді шаршатпай, мына жерде бір әзіл ән естейік. Böleymin dep güldüge taqdirımdı Böteng aşpay көңіл сыр sandığımdı Ауыл жақтан қалаға бір қыз келді Қызық толы армандап бал ғұмырды Ауыл жақтан келген қыз ауыл жақтан Тағдырыңды өзің ғой ауырлатқан Бақытыңның дұрыс қой шамын жаққан Ауыл жақтан келген қыз ауыл жақтан Уәппәру, 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 Араласты өмірге қатасығып Ақ-қараны айырмай шаттастырып Ашық-шашық киімі әлем-жәлем Бет-ауызын бояды баттастырып Ауыл жақтан келген қыз ауыл жақтан Тағдырыңды өзің ғой ауырлатқан Бақытыңның дұрыс қой шамын жаққан Ауыл жақтан келген қыз ауыл жақтан Оқу қалды жайына армандаған Бұл тіршілік қоймады жандар баған Сауытхана бикеші мейрамхана Бірақ бүгін сырласар жан қалмаған Ауыл жақтан келген қыз ауыл жақтан Тағдырыңды өзің ғой ауырлатқан Бақытыңның дұрыс қой шамын жаққан Ауыл жақтан келген қыз ауыл жақтан Уәппәру, 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 Күндер өтті осылай қол алмастай Балалық шалалық боп танымастай Ауылына аттанды қош айтысы Енді қайтып қалаға оралмастай Ауыл жақтан келген қыз ауыл жақтан Тағдырыңды өзің ғой ауырлатқан Бақытыңның дұрыс қой шамын жаққан Ауыл жақтан келген қыз ауыл жақтан Уәппәру, 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 Ауылдың алтауыз дегенде қонақ кәде деген болады бізде. Сонау жақтан ат терлетіп Ақтөбеден 2,5 километрден 1,5 күн бойы тықылдаған пойыздың ішіне келдіңіздер. Бір қонақ кәдені көрсетпесеңіздер болмайды. Кеніп келейін онда.
Бар ғой айту. бар Алып келген базарлық бар ма? бар Көрейік оны. Көрейік оны, тамашалайық. Үйлену керек еді негізі. Мынау сол. Енді 30-дан кеткенде қызға барған енді қызықтау болып тұр да. Біреулер айтады ғой, 30-да орда бұзады дейді, 40-та қамал аласыз дейді. Мен дымда бұзған жоқпын. 40-қа жетіп қалып, дымда ала алмайды шығармын сол. Үйленіп тастау, қоймайды, үйлен деп. Енді оған да бір қыз жоқ, бір қыз бар еді. Ол да бір, ой, сен қайырымсыз, мейірімсіз, сондай бірдеңелер айтады. Кетей дедім мен оған, кетей деп. Бұлай енді көндіре алмаймын. Қалай көндіруге болады қазір сол кездесуге шақырып едім. Қазір келсе енді сындырып жіберемін, жайлап. Қайырымсыз, соны дайындалу керек енді. Ойбай-ай. Ой, әже? Ойбай-ай, құлап қалды ма, позор болды ма? Ойбай-ай, позор болды ма? Кім? Позор болдым деймін. Сәлем бір байқап жүрмейсіз бе? Өмірі құламай кет. Ай, рахмет шырағым ай. Қайырымды екенсің. Жығылып атқанда тұрғызып атсың. Ой, мен қайырымды? Қайырымдысың ғой. Мен қайырымды дейсіз. Әже, тоқтай тұрыңызшы. Әже, мен қайырымды деп тұрсыз маған? Енді тұрғызып атсың ғой құлап атқан кезде. Әже, маған да сіз көмектесіп жіберіңізші. Қандай көмек? Ай, 80-ге келген менен не көмек сұрап тұрсыңдар? Жоқ, маған қазір мен мына жерде бір қызбен кездесетін едім ғой. Бір Қызбен кездессең қайтем? Соны. Қызыңды көндіріп берейін ба? Жоқ, көндіргенде енді. Әлде жерге жығып берейін ба? Қой, әже, олай емес. Жерге жықпаңыз. Енді. Мен қызбен кездесіп тұрғанда, сіз мына жерге келіп қойсаңызшы жаңағыдай. Ай, қуасың ба не? Ай, 80-ге келгенде мен жерге құлатып, ба? Қол аяғын тындырайын деп жүрсің ба? Ой, бұзаққа. Әже, ақша берем сіз құласаңыз. Қандай ақша? 1000 теңге берем, құлайсаңызшы. 1000 теңге берем дейді. Ай, адам 2000 берем, әже, тоқтаңызшы, 2000 берем құрсын. әжең талай төбеден тоңқалағысы құлап жүр. Дұрыс, Ай, молодец. сонда не істеуім керек те? Сіз былай істейсіз. Мен қазір мына жігіт қыз келеді ғой. Қыз келеді. Жігіт, мен тұрамын мына жерде. Сосын мен келем. Аха, сіз келесіз. Мен құлайым. Құлайсыз, о. Ал сен қайда құлайсың? Жоқ, мен құламаймын әже. Сіз құлайсыз. Қыз келеді, мен тұрамын, сіз келесіз деп құлайсыз, иә? Сосын сен 2000 теңге бересің. О, міне дәл Әкел 2000 теңгеңді әкел. Ой, жоқ, әже, Ай, қазір әкел алдап көтересің. артынан берем ғой. Ай, болды бұл шырағым болды. Жоқ, жарар, беріп түсір. Уақытым жоқ, ай, тойға баратын. Жоқ, сосын түсіндіріп қояйын мен 2000 теңге, иә? 2000 теңге ма? Түсіндірейін әже. Қазір былай жасайсыз. Содан кейін мына ұмытпаңыз. Мен мына құлап атқан уақытта қызға қарап әңгіме айтып тұрамын ғой. Бұл уақытта аңғармай қалу мүмкін. Черт побери деп айқайлау керексіз. Мен жалт қараймын. Побери, ол кімнің фамилиясы? Черт, побери. Не біле черт побери деген. Ол пароль болады екеумізге. Былай тұрамын ғой мен. Черт побери, жалт қараймын. Әже құлап қалып бітті. Черт побери. Иә? Айту керек па? Черт побери. Айту керек әже. Черт побери. Қалмаңыз әже, иә? Черт побери, аха. Кетіп қалмаңыз сосын ақшаны алып. Кетпеймін, ана талдың түбінде шемшік шағып отырамын. Черт побери. Әже, молодец. Черт побери. О, маңдай кепілден айта алмайсың ба? Міне, бірден түсінді ғой тек. Қайырымсыз, мейірімсізге көрсетем ғой. Жайлап, әдемілеп қояйын. Мен келдім. Кетай деп. Сәлем. Сәлем. Ақ көңіл, пәк сезім, ақша қала. Не қоп тұрсың? Өтпей қалды. Қазір. Неге шақырдың? Неге шақырдың ғана? Жоқ, неге шақырдың мені? Сен көргім келді. А мен сені көргім келген жоқ. Ха. А онда неге келдің? Ха. Не? Ойнап айтам, қалжыңдап атқан. Саған қалжыңдап атқаным ғой. Мынау саған, иә? Сосын не ғой? Мен сен үшін аспандағы айды Алып бермей-ақ қой. керек емес пе? Не деп тұрсың сен вообще? Жүрегімді берем. Жүректі берем. Серьезно айтам. Қойшы. Серьезно деп қоямын. Сен мен үшін жүрегіңді бересің ба? Берем ғой. Шынымен? Иә. Өзіңде жүрек бар ма? Некелең шек қарын деп ойлайсың ба не? Мынау не деп тұрсың, а сен? Жоқ, қалжыңдап атма. Сен тек бірдеңе болса... Ұстама. Ұстамайым. Қайда есіп кетіп жатырмын ғой. Байқамай қалып жатырмын ғой мен. Байқамай қалам ғой. Бұндай. Не істеп тұрсың? Жатты ғой. Не жаттың? Сені мені шақырып алып не? Заряд жасауға шақырдың ба не? Жоқ. Елге позор қылып көшең бойында? Білмейсің ба не? Мен осындай мен айна үйдеп кейде не істеймін ғой. Апа деп. Не істеп жатырсың? А? Есің дұрыс па? Үйде
шорту. Әже құлақ болған. Жеп тұрғылап қалды ғой. Тоғзам тұрғызам. Әже тұрыңыз. Не болды әже? Ештеңе емес айналайын. Аяғым тайып кетті. Қайырымды екен мынау. Әже екі чорт побери ғой негізі. Қателесіп кетті. Тыңдағаннан пойдет. Не болып қалған? Үлкен адам құлақ. Шорт побери. Ойбай, шорт побери. Тағы да құлап побери. Өзім тұрғызам, өзім. Ай, шорт побери. Әже тұрыңыз. Тоғырып атыр ма бірдеңе ғой үстіңізде. Ай, сөйлеп қайда барасың? Тұрсаңшы. Ақшаны төлемейсің. Жаңа берген жоқпын ба? Ай, тағылап атқан жоқ па? Ой, сізден. Неге тұрмай жатыр? Не болып қалды? Ай, баланың өзі біледі. Ойбай, ай. Баланың өзі. Рахмет. Әжем. Рахмет. Жақсы. Әже байқап жүріңіз, Байқап жүрмін. көзіңізге қарап жүріңіз. Рахмет. Тоқ болуы мүмкін. Тұрдым әйтеуір бәрі жақсы ма? Әйтеуір бәрі жақсы болды ма? Бір жері сынып қалған жоқ па? Жоқ, жақсы ғой, мен. Бірақ сен болғаның жақсы болды. Мен ол кісіні тұрғыза алмаймын ғой. Өзі дәуген бір екен. Байқамайсың. Өзім байқамай қаламын осындайда өзім. Бірақ сен былай енді көмектесіп жібердің. Үлкен адамды құлай жүргесін. Ойбай, ай, шорт побери. Тағы да құлап қал. Шорт побери. Ей, әже. Тоқта, өзім тұрғызам. Сен қош қылып кетесің. Әже тұр, әже тұр. Құлай берейін. Етіп атса, әже. Ақша мана берген жоқ па, тұрсаңшы. Шорт побери. Келе біледі. Скорый шақырайық па? Жоқ, келе жоқ. Баланың өзі біледі. Тұрш болды. 2 мың теңге бітті ақша. Тұр. Ай, тағы 1 мың теңге қосып жіберсінші. Телефон сібет қымбаттап жатқан жоқ па? Құлттың ғой әже, немен барам мен қыз жоғық ақша Ай, қылып. ақшаң көп. Көмек керек па? Өзі 2 мың теңге. Ай, рахмет шырағым, бақытты бол. Өзі керемет аққоңыр жігіт екенсің. Сендей азаматтарды мына басшы қылып қой керек. Осыны қаттырақ айтайыншы, бұл жаққа естірді. Әжем. Ай, рахмет, бақытты бол. Сендей азаматтарды басшы қылып қой керек. Мейірімді екенсің, қайырымды екенсің. Ай, қызмай мынау жігітің ба? Осыған тейсең бақытты боласың. Кел бата бер жіберейін. Өбірлі болыңдар, шүбірлі болыңдар. Өмір жастарың ұзақ болсын, әумин. Әумин. Айтқан келе ме әже? Айтқанның 10% келеді. Әжем айтшы, 10%. Әже, жоқ, өзім апарып тастайын. Өзім барам. Шығарып тұрайын. Өзім барам ғой. Құлап қаласың бір жерге бар. Жоқ, шығарып салам, өзім апарып тастайын, Айдап шығарып барасың? салайын. жүр. Айгүл, мынау нормальный жігіт. Ақшасы да бар, бәрі де бар екен, бар, иә. Көмектесіп жатыр ғой, құрсын. Тұрғызған сайын ақша беріп жатыр, мен көрдім жаңа. Енді не істеймін, енді көнбеген деп, мен көне шығарым. Жоқ, көнем. Көнейін деп тұрым, мейлі. Қойша, Айгүл, дымсыз қалам ғой. Ей, мына жігітке көнбесе мен енді дымсыз қалам, бұдан басқа жігіт жоқ, маған қарап жүрген. Дым жігіт жоқ. Әжем, ана айна бұлаққа дейін апарып тастадым. Шығарып тастадым. Көкем өшу қалды, жүгірем деп. Bir türlü unuttum. Yok. Öldürün seviyendi. Kızım. Ne oldu bir türlü? Canım ben sen bir болмасам өзім айтайын деп едім. Бекбол не? Айт. Мен сені жақсы көріп қалдым. Құшақтасайыншы. Келе жатыр, Кім? Келе жатыр, кеттік, келе жатыр. Айтып алайын Келе жатыр, тұр, айтайын да тағы да. Қай жерде? Осыра деймін. Осы жерде ма? Иә, осыра құла. Қалай қылайын? Бетпен қылайын ба әлде? Ай, бетпен құлап жерге қадап құлайын дейсің ба? Жамбаспен құла. Жамбаспен қылайын ба? Ойбай. Ай, ойбайлама, чорт берейді. Ойбай. Қалай ойбайламайсың, мына ұрмаға ұшымен кіріп кетті ғой маған. Ойбай. Ай, әкел ұшықтап. Батпа, ұшық. Не істемесің, ей? Шорт бери, құла. Ай, құла. Шорт бери. Кім дейді? Шорт бери. Шорт бери. Ай, әлгі балаға. Қайда бала ақша беретін? Шорт бери. Ай, шорт бери. Ай, шорт бери. Кел атыр, кел. Аха. Да. Шорт бери. Тоқтайды шы. Тоқтайды. Үйленетін болдым, кет. Қымбатырақ тұра.
Бұйырса, иә. Жақсы, давай. Иә, сау болыңдар. Шортпа берейін. Çorpa vereyim. 2 çorpa vereyim olduk mu? Әже, екеуің келгенсіңдер ма енді не? Жоқ, анда талпа келеді. Бүкіл ауыл келеді. Ай, үлкендер құлап атыр тұрғызбайсың ба, не жалаңдап тұрсың? Неге құламатсыңдар сендер? Неге құламатсыңдар мына жерге? Немine karşalan geçesin ayağına. Неге құламатсың? Ай, шортпа берей қайда, шортпа берей. Әже, Арөл. іс бітті. Қу кетті, қыз көнді, болды. Маған десең жан бастап жата бер. Үйленейін деп жатыр, болды, бітті. Ай, шортпа берей қайда. Бітті, çorpa берейік, бітті ғой же. Ona bala ne deyip duruyor? Жақсы әже. Ай, бала. әртіс сахнада тұрған кезде жаңағы мына 32 тістің арасынан шыққан әр әріп дұрыс шығу керек. Солай ғой. Тілмен сөйлеген кезде солай айтыңызшы. Сахна тілі деген. Иә, сол Сахна тілі деген бізде сабақ бар кішкентай осы жерде. Сахна тілінде жаңылтпаштан аттап өтіп кеткен, жаңылтпашты айтпаған, жаңылтпашсыз сахна тілінде болған адамдар жоқ бізде әртістердің арасында. Енді мысалы үшін мен сіз жаңылтпаш айттың ғой кезінде. Иә, айттық қой. Қазір көрсетші міне. Не? Айтам сізге айтып береді мысалы үшін. 40 құлып, 40 құрық, құлыпта 40, құрықта 40 айтшы. 40 құлып. 40 құлып деген. Енді қара. Көрсетіңіз түсіндіреген маған. Бұл өз емес, басқаларға үйретіп жүрген азамат қой. Сонда да сенен көрейік осында қане. 40 құлып, 40 құрық. Құлып 40-та, құрықта 40. Құқтыңыз ғой. Құлыпта 40, құрықта 40. Үңгі қымен ұрыдан негіз құлып, сендер негіз жаңылтпашқа жақсы болу керек. Бұлар батыста тез сөйлейді ғой. Міне, бұлай болса, 40 құлып, 40 құрық. Құлыпта 40, құрықта 40. 40 құлып, 40 құрық, құлыпта 40, 40-та құлып. Құрықта құлып қой, келесі жеңілді ғой, не? Асан бақша жақтан ақ сабақ асқабаға келді. Басқа жақтан басқарақ асқабаға келді. Асан бақша жақтан ақсабақ асқабаға келді, басқа жақтан басқа асқабаға келді. Басқарақ асқабаға келді. Күлкің жатсын негізі, жаңылтпашыңды қайдан. Ол мұнай болса. Келесі. Жер асты үңгірлері деп досым мүңгірледі. Ол мүңгірлегенде үңгірлер де күңгірледі. Жер асты үңгірлері деп досым мүңгірледі. Ол мүңгірлегенде үңгірлер де күңгірледі. Жер асты үңгірлері деп досым мүңгірледі. Ол мүңгірлегенде үңгірледі. Сонымен құрметті көрермен қауым, бізде қонақта болған Ақтөбе Екезу театрының, әзіл театрының көркемдік жетекшісі, авторы, сатирик, жазушы деп айтуға болады, Нұрлыбек Жұбатқан. Күлкінің көшін арғарай сүйреп жүре беріңіз. Рахмет. Бір уақытта аман есен болыңыз. Туларыңыз жығылмай, әзілмен күлкіні алдыңызға ту қылып көтеріп, халықтың бір жақсылығына ие болып жүре беріңіз. Үлкен рахмет сізге, келгеніңізге рахмет. Рахмет. Осындай емтихандарына шақырып тұрмын. Шақырып тұрмын, дайын болсаңдар. Олай болса, құрметті көрермендер, сау болыңыздар. Сау болыңыздар да, қош сау болыңыздар демейсің бе? Ақтөбеде барлығы сау болыңыздар деп айтады. Жаңа Нұрлыбек келген айтыпсың ғой. Олай болса, құрметті көрермен қауым, ел арнада келесі әзіл кеште кездескенше, қош сау болыңыздар.